Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай миксерсіз дайындалатын шоколадты торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын төменде описаниеда қалдырып кетемін. Бізге керек ұн, какао, қант, жұмыртқа, күнбағыс майы, сары май, 1 шай қасық тұз, сүт, ванильный сахар және қопсытқыш қажет. Ең алдымен біз ыдысымызға барлық құрғақ заттарды араластырамыз. Ұн, оның үстіне какао, одан соң қопсытқышты қосамыз. Ванильный сахар, бір шай қасық тұз және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң сұйық заттарымызды қосатын боламыз. Барлығы міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Жұмыртқа, оның үстіне сүт, сары май, және сұйық майды қосып, венчиктің көмегімен 2-3 минуттай жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Формамызды дайындап аламыз. Менде диаметрі 23 сантиметрлік форма, сіздер 20-21 сантиметрлік форманы алсаңыздар да болады. Оның астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағына сары май жағып шықтым. Алдын ала 150-160 градусқа қыздырылған духовкаға 50-60 минутқа жібереміз. 40 минут өткен соң, әр 5 минут сайын ағаш таяқшасымен тексеріп отырамыз. Құрғақ болып шығуы қажет. Менің духовкамда 45 минутта пісті. 10 минуттай формада суытып, содан соң силиконды күрекшемен жан-жағынан босатып аламыз. Коржымыздың көлемі 2 есе ұлғайды және беті тегіс болу үшін төмен қаратып решеткада толықтай суытамыз. Содан соң үстіңгі бөлігін пышақпен кесіп тегістейміз. Корждың ортасы нәзік, ылғалды болып шығады. Кесіп алған корждан крошка жасап, кейін торттың бетін әсемдеуге қолдануға болады. Одан соң коржымызды пищевая пленкаға орап, бір немесе бірнеше сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Коржымызды пищевая пленкаға салсақ, тортымыз одан сайын ылғалды, жұмсақ болады. Енді торттың бетіне шоколадты ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки және қара шоколад қажет. Сливкиді микроволновкада немесе газға қойып жылытып алып, үстіне шоколадты қосып араластырамыз. Біздің шоколадты ганашымыз дайын. Менің коржым шамамен 3 сағаттай тұрды. Енді оны пищевая пленкадан босатып, үстіне шоколадты ганашымызды құйып, тегістейміз. Ганаш жағып болған соң, оны кесіп жей беруге болады. Мен холодильникке шамамен 1 сағаттай қойдым. Біздің шоколадты тортымыз дайын. Өте нәзік, ортасы ылғалды, дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін.
Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де каналға тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.